Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгінгі видеода сіздерге пайдалы ақпараттар көп болады деген ойдамын. Егер видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркеліп алыңыздар. Бүгінгі видеода сіздерге аттестацияға қажетті құжаттарды сканерлеген кезде оларды бір папкаге, яғни бір файлға қалай жинақтау керектігін көрсететін боламын. Ең алдымен рабочий столға мышканың оң жақ батырмасын басу арқылы және создать деп басу арқылы папка құрып аламыз. Мысалы, бұл папканы аттестация құжаттары деп алайық. Аттестация құжаттары. Осы папканы рабочий столға сақтаймыз. Енді құжаттарымызды сканерлеуді бастаймыз. Ол үшін принтердің настройкасынан өзіміздің пайдаланып отырған принтерімізді тауып аламыз. Сол жерден начать сканирование деп құжатымызды принтердің сканеріне салып сканерлеуді бастаймыз. Міне құжатымыз сканерленді. Енді введите имя дейді, яғни бұл мысалы қандай құжат, бала жетістігі ме, әлде өзіңіздің жетістігіңіз бе, соны шатаспас үшін атын сақтап аламыз. Мысалы, бұл менің өзімнің сертификатым. Сертификат өзімдікі деген сияқты қылып, енді әртүрлі қылып сақтауға болады. Өзіңіздің атыңызды жазу арқылы бір деп, мысалы. Енді бұны импортты баспас бұрын дополнительный параметрға кіреміз. Сол жерде міне импорт в деп тұрған жерде жаңағы өзіміздің құрып алған папкамызды тауып аламыз. Рабочий столда міне. Құрып алған папкамызды обзорды басамыз. Сол кезде міне рабочий столдағы барлық нәрсені көрсетті. Міне аттестация құжаттары деген папканы таңдаймыз. Окейді басамыз. Мына жерде де окейді басамыз. Міне енді импортты басамыз. Импортты бастық. Сіздің құжаттарыңыз сканерленген кезде теріс қарап кетуі мүмкін. Сол уақыттарда сразу оң қаратып дайындап алсаңыздар жақсы болады. Мысалы, менің мына сертификатым қапталдан түсіп тұр. Оны мышканың оң жақ батырмасын басып, повернуть вправо дегенді басып, ретке келтіріп аламыз. Енді аттестация құжаттары деген папканы ашып көрейік. Міне жаңағы құжатым осы папканың ішінде сақталды. Екінші құжатты